Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін алдыңғы жеке есімдіктер сабағын жалғастырамыз. Тағы да бір бастан қайталап өтейік. Жаңадан бастаушыларға арналған грамматика туралы айтқан болатынбыз алдыңғы сабақта. Және поэтапный план бізде мындай болды. Сөздердің немесе зат есімдердің көпше түрін, есімдіктерді өтеміз. To be етістігі, етістіктің шақтары, артикль, предлогтар және фразалар дедік. Және өткен сабақта есімдіктер туралы айтып өттік. Яғни мен, сен, ол, біз деген есімдіктердің ағылшынша баламасы қандай болатынын айттық және мысалдар келтірдік. Тағы да қайталап еске түсіріп өтейік. Мен деген ағылшынша I болады. Сен немесе сіз деген you болады. Ол he болады. She деген ол егер қыз балаға айтатын болсақ, ол she болады. Ал ит деп біз жан жануарларға немесе басқа да заттарға айтамыз. Ал көпше түріне келетін болсақ, біз дегенді we дейміз, сіздер дегенді you дейміз, олар дегенді they деп айтамыз. Жерге қарайық, мысалға I, you, he, she, it, we, they. I деген мен, you, вы, ты, he, он, she, она, it, оно, we, мы, they, они. Және осыған байланысты біз бүгін кішкене жаттығу жасаймыз. Мына жерде сөздер берілген. Сөздердің аудармасын қазір айтамын. Сіздер осы сөздер he, she, it үшеуінің қайсысы сәйкес келеді, соны жаттығу ретінде жазуларыңыз қажет. Мысалы, he деп ол ұл балаға айтамыз, орысша айтқан кезде он. She деп қыз балаға айтамыз, ана. It дегеніміз ано. Осы үшеуінің біреуін ана жердегі сөздерге қойып шығамыз. Ең алғашқы сөз бізде sister. Sister деген сөз әпке деген сөз, Оған he, she, it үшеуінің қайсысы болады, соны жазып шығыңыздар. Келесі tiger. Tiger дегеніміз жолбарыс. He, she, it үшеуінің қайсысы жатады. Мына жерде мысал келтірілген, мысалды айтып өтейін. Бірінші example деп тұр ғой мынау. Example деген мысал. Car деп тұр, Car дегеніміз машина. Машина it болады. Ано, яғни ол жансыз зат, Келесі үшінші brother. Аға деген сөз. Он, ана или ано үшеуінің қайсысы болады, соны жазасыздар. Ары қарай cat. Cat дегеніміз мысық. Төртінші. Бесінші сөз uncle. Uncle дегеніміз дядя, орысша айтқанда көке деген сөз, яғни сіздің анаңыздың немесе әкеңіздің ағасы. Алтыншы grandmother, әже деген сөз. Жетінші house, үй деген сөз. Жазып шығамыз. Жазып болсаңыздар, егер жазып болмасаңыздар, тоқтатып қойып жазсаңыздар болады. Ары қарай мен қазір дұрыс жауабын көрсетемін келесі слайдта. Келесі жауабы міне былай болады. Sister, әпке дегеніміз she болады. Өйткені әпке ол женский родта, She деген ана. Tiger дегеніміз ит болады. Ано, өйткені ол адам емес, жануар. Бағана айтқандай жануарларға қолданылады. Brother, аға деген сөз he болады, өйткені ол мужской родта тұр. Төртінші cat, мысық деген ол да ит болады, өйткені ол жан жануар. Бесінші uncle, дядя, ол he болады, мужской родта тұр. Алтыншы grandmother, she болады, әже, женский родта. Жетінші house, үй дегеніміз ит болады, өйткені ол жансыз нәрсе. Келесі жаттығу, бұл да дәл солай, бірақ сәл күрделірек. He, she, it емес, сіздер енді барлық біз өткен есімдіктерді қойып шығасыздар. Астында сөздер тұр, мысалы it, they, we, you, she, he тұр. Осыларды сіздер қазір мына жерде қайсысы сәйкес келеді, соған қойып шығасыздар. Мысалы, мына example деп тұр. Example дегеніміз мысал деген сөз, Chairs дегеніміз орындықтар. Мұнда орындықтар дегеніміз олар болады. They деген олар деген сөз. Осылай қасынан мынау есімдіктер, мысалы менің достарым, мен, біз деген нәрселер, оған қандай есімдік қоямыз, яғни баламасы қандай,
сол сөздерді қойып шығасыздар. Астында есімдіктерді аударып естеріңізге түсіріп өтейін. It ол деген сөз, ано they олар, we біз, you сіз немесе сіздер, she ол, he ол деген сөз. Біріншісі my friends менің достарым қалай болатынын жазасыздар. Екінші my sister and I мен және менің әпкем ол қалай болады, оны да жазасыздар. Біз бола ма, олар болады ма, соны жазасыздар. Үшінші Лена ол деп тұр, яғни женский родта тұр. Төртінші you and Mary сен және Mary. Бесінші bird дегеніміз құс. Алтыншы Kate and Leo Кейт және Лео бұл адамның аттары, олар дейді. Жетінші pencil дегеніміз қарындаш. Ол жанды нәрсе ма, жансыз нәрсе ма, соны жерден қарап тауып жазасыздар. Сегізінші dad дегеніміз әке деген сөз. Тоқтатып қойып жазсаңыздар болады, немесе жазып болсаңыздар келесі слайдқа өтемін. Қазір дұрыс жауабы болады, өздеріңіз тексересіздер. Дұрыс жауабы мынандай. Біріншісі my friends дегеніміз менің достарым, олар. Дұрыс жауабы олар, they. Екінші my sister and I мен және менің әпкем. Есімдікке аударсақ, дұрыс жауабы біз, яғни we болады. Үшінші Лена ол she болады, өйткені Лена деген қыз баланың аты. Төртінші you and Mary сен және Mary. You деп тұр, you деген сіздер немесе сендер дегенді білдіреді. Бесінші bird құс. It ано болады, өйткені ол жануар. Алтыншы Kate and Leo Kate және Leo олар. They болады. Жетінші pencil it ол болады, өйткені бұл зат, жансыз зат. Сегізінші dad әке he болады, өйткені ол әке деген he-ді қойдық. On деген сөз, өйткені ол мужской родтағы адамды білдіріп тұр, яғни адамға байланыстың барлығы he, she болады да, жануар, жансыз нәрселер it болады. Осымен болды бүгінге. Басынан бастап тағы да қарап қайталап шықсаңыздар болады. Түсінікті болды деген ойдамын. Осындай жаттығуларды тағы да келесі сабақта тағы да беріп отырамын. Осымен сабақ бүгінге тамам. Есімдіктерді біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Бұл сабақта қайталап жаттығуларын жасадық. Келесі сабақта жаңа видео болады, не болмаса жаттығулар болады. Оны келесі видеода көретін боласыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер. Каналда ағылшын тілін 0-ден бастап үйрену және болашақта IELTS-қа байланысты видеолар шығады. Және корей тілін 0-ден бастап үйрену туралы видео сабақтар басында бар. Алфавиттен ары қарай видеоларды әлі шығармадым, енді шығады. Ал түрік тіліне байланысты видеолар ол да алдағы уақытта шығатын болады. Тек сіздерге каналға тіркеліп видеоларды күту қажет. Соңына дейін қарағандарыңызға тағы да рахмет. Келесі сабақта кездескенше. See you soon.